Сәлем достар, бүгінгі біздің шығарылымда адам есімдегі әріптердің маңыздылығы туралы айтатын боламыз. Қандай халық болмасын, балаға ат қоюдың оның болашағына ықпал ететінін ескеретін болған. Қазақ танымында да дәл солай. Ал нумерологтар баланың аты ғана емес, оның неше әріптен тұратыны да болашақтағы өмір жолы, жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына қатысы бар дейді. Сондықтан да бүгінгі шығарылымды көрмес бұрын сіздерден бар болғаны подписаться батырмасын басып, біздің каналға тіркелулеріңізді сұраймыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Тіркеліп болсаңыздар, ал бастаймыз. Үш әріп. Есімі үш әріптен тұратын кісілер аяқ асты және ұзақ мерзімді шешім қабылдаудың шебері. Мақсатына жету жолында қанша күш пен уақыт жұмсау керек болса да, алған бетінен тайынбайды, еш нәрсе тоқтата алмайды. Оған қоса өз пікірі мен көзқарасын өзгертуі де қиын. Сондықтан олармен пікір қайшылығы туындаса, дауласпаған дұрыс. Адал дос бола біледі және де өте батыл кісілер. Төрт әріп. Есімі төрт әріптен тұратын кісілер үй шаруасына епті, шебер, ұстамды және әр ісін ерекше ыждахаттылықпен атқаруымен ерекшеленеді. Келбеті тартымды, табиғаты жұмсақ, сонымен бірге аздап қыңырлығы да бар. Өзгелердің ойында өзі жайлы жақсы пікір қалыптастыру үшін, әсер қалдыру және мақтау сөздерді есту үшін көп жұмыс жасайды. Бес әріп. Егерде есімінде бес әріп болса, мұндай ат иелері мінезді және өздерінің бағасын біледі. Киімге қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады деген ұстанымда. Оған сәйкес киім киісінде мін болмауын және жүрген жерлерінде ақыл парасатын паш етіп жүруді қатаң қадағалайды. Алты әріп. Алфавиттегі алты әріптің басын құрған есім иелері үшін адамның сырт келбеті өте маңызды. Өз бойында осы жағынан көп жұмыс жасайды және жүздескен адамның да сырт келбетіне қарап баға береді. Айналасындағы адамдардың мақтау сөздерін өзіне қарап сүйсінгенін күтеді. Аздап тәкаппар, сонымен қатар өз-өзін қамтамасыз ете алады. Қандай жағдай болмасын шыға білетін тәуелсіз адамдар. Жеті әріп. Ныспыдағы жеті әріп иесінің бойында болашаққа деген нық сенім орнатады. Олар алдына мақсат қоя біледі, белсенді өмір салтын сүреді және барлық уақытта айналасында әділдік болғанын қалайды. Адамгершілік пен әділеттілік шекарасында бекіткен өмірлік ережелері мен ұстанымдары бар. Табиғатынан оптимистер, қайтпас қайсарлық, сарқылмас қуатымен айналасындағыларға да жағымды энергия, мотивация сыйлап жүреді. Сегіз әріп. Сегіз әріп бір арман деп әнде шырқалғандай, шынында да сегіз әріпті есімнің иелері көпке арман. Себебі өте сүйкімді, тартымды, әрқашан елдің назарында, көңілінде жүреді. Тәуелсіз, өршіл, мінезі мықты, әрдайым үздік және алда болғанды қалайды. Қалаған нәтижеге қалайда болмасын қол жеткізеді. Тоғыз әріп. Тоғыз таңбадан тұратын есім иелері үшін өзі жайлы басқалардың ойы өте маңызды. Қарапайым, жұмбақ, жағымды, сәл аңғал және ағынмен жүруді жөн көреді. Батыл қадам, тәуекелге бас тігу оларға тән емес. Тек 99.9% сенімді болған жағдайларда ғана өз бетінше шешім қабылдайды. 10 әріп. Есімінде 10 әріпі бар кісілер барлығы немесе ештеңе қағидаты бойынша өмір сүреді. Тұлға бойы талант пен харизматикаға тұнып тұр. Қиындықтар мен өзгерістерден қорықпайды. Мүмкін емес болып көрінетіннің мүмкін екенін дәлелдеуді ұнатады. Жарқын болашаққа сенеді. Өзіне деген сенімділігі мен мықты көшбасшылық қасиеттері жоғары нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Осымен бүгінгі біздің шығарылымымыз тәмам. Шығарылым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыруды сұраймыз.